Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, баршаға қайырлы күн. Бүгін маңызды сұрақтың бірі деп ойлаймын. Соған жауап іздеп көреміз. Мынау биогумусты елекке қалай дайындаймыз? Бізде мысалға бортта шуалшандар биогумус өндіріп берді. Енді не істедік біз? Біз оны осылай дөң қылып бір жайға жинадық биогумустың барлығын. Және осы жерде тұрды бұл. Енді осы тұрған сайын бұл пресстеліп, жаңа арасында шуалшан болады, басқа болады. Біз арасында су құйып неғылған соң бұл пресстеліп жаңағыдай ылғал болып тұрады. Ылғалдығы өте мықты болады, 50%, 60%. Және бұл електен өтуі қиын болады. Көрдіңіз бе, мынау електен өтуі қиын. Сондықтан біз не істейміз? Бір шетінен жаңағыдай айырдың көмегімен алып, жаңағы мынау бос жерлерге осай салып шығамыз. Салып шықтық. Кейін мысалға бүгін қазір азан болса азанда, енді кейін әбетте не істейміз? Тағы бір аударып шығамыз. Осылай аударып шығып, жаңағы сәл аз-маз ылғалдығын біз не істеу керекпіз? Кетіру керекпіз. Солай. Және ылғалдығы где-то бір 30, жаңағыдай 30-25% болған кезде, мына електен өтуге бейім болған кезде, біз сол моментті ұстап алып, жаңағыдай електен өткізіп жіберу керекпіз. Және бұны құрғатып жіберуге болмайды. Мынау биогумусты егер құрғатып жіберетін болсақ, жаңағы ішінде бактериялар бар, басқалар бар, олар өліп кетеді. Сондықтан біз жаңағы моментті ұстап, електен сол кезде өткізіп алу керекпіз. Және басқа жайға жинаған кезде азырақ не істейміз? Қайтадан жаңағы биогумустың ылғалдығын көтеріп тастаймыз. Жаңағы 50%-ке апарып тастау керек болады. Үстінен жаңағы шашып, сосын сол қоймада біраз уақыт жатады, ол гумификация болып, сосын оның сапасы не істейтін болады? Артатын болады. Мінекей осындай бір пайдалы ақпарат болды бұл видеода. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Видео ұнаған болса лайк, подписка жасаңыздар. Комментарияға өз ойларыңызды жазып өтулеріңізді сұраймыз. Сау саламат болыңыздар.